Сәлеметсіз бе, Реку атындағы орта мектебінің экология, Талғат қызы Аружан, және бүгінгі біздің тақырыбымыз экологиялық табиғи өнімдер. Қазір біз Катамарғада келгенде бұрылмай кетпейтін дүкенде тұрмыз. Қазір Мадина апаймен бірге сұхбаттасып кетейік. Экологиялық табиғи өнімдер бұл адам ағзасына зиян келтірмейтін табиғи жолмен өсірілген және өндірілген тағамдар мен тауарлар. Мұндай өнімдер олар таза экологиялық ортада өсіріліп, арнайы бақылау арқылы өндіріледі. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Бүгін сізге қонаққа келіп қалдық және осы өнімдерді қысқаша өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Туристер келген кезде ең көп алынатын өнімдер. Енді туристер біз жақта жазда келгенде ең көбі мына балдарды алады. Көбінде өте жақсы, балдың сұранысқа өте көп. Потому что біз жақтың балдарының қасиеті енді травяной чисто разнотравие, тағы да басқа әртүрлі балдардың түрлеріне байланысты лечебный енді дәрілік қасиеттері көп. Содан кейін сұранысқа өте жақсы. Балдың бағалары ең арзаны килограмма 1 килограмм 1000 3,5 дейін бар. Соған қарамайды, балдың құрамы сұранысқа өте жақсы. Ең көп алатын содан кейін фиточайдар, чөптер көбінде осы сұранысқа ие, потому что біз жақта енді таулы аймақ болғаннан кейін, таза экология болғаннан кейін, мынандай өте дәмді чөптеріміз, шайларымыз барлығына жақсы. Балдың түрлі-түрлілері, онан кейін мына сияқты тантым араласымен балдарымыз бар. Балдың әртүрлі мынандай қоспамен жасалған балдар бар. Осының барлығын алады негізі. Мынандай перга, пыльца дейтін араға, балға қатысы бар. Оның барлығы сұранысқа ие. Пихтой масло, мына сияқты настойкалардың барлығын негізі туристер өте жақсы алады, ең жақсы алады деген товарларымыз жақсы өтеді. Содан кейін міне сұранысқа қатты ие. Осындай рамадағы бал, ұядағы бал деп аталынады. Туристер әрқашан осыған сенімді. Осындай балдың қасиеті мол, дәрілік қасиеті бар деп, осыған жақсы сенеді. Осындай балды рамадағы балды алады. Ұядағы бал. Мына сияқты бал бар не, әппақ. Ол сұранысқа тоже жақсы ие. Ол белковка деп аталынады. Мына сияқты пантокриніміз бар. Пантогематоген. Осының барлығы негізі біз жақтың қасиеті көп заттардың бірі ғой. Сұранысқа көп ие. Барлығы өтеді. Балды сақтаудың дұрыс жолдары қандай? Енді балды сақтағанда, балды ең бастысы ыстыққа сақтауға болмайды. Күннің астына балды қоюға болмайды. Бал күннің астында ұзақ уақыт тұрса, ол ашып бош кетеді. Сол үшін балды салқын жерде, өзінің комнатный температурасы болады, өзінің сондай жерде күн тимейтін жерде сақтаған өте дұрыс. Сіз қалай ойлайсыз, былтырғыдай жазда адамдар көбірек бола ма? Әрине, биыл районымыз өзімізге қайтып келгеннен кейін, мынандай өзгерістеріміз көп болып жатқаннан кейін, әрине туристеріміз жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Былтырғыдан гөрі биыл өте көп болады деп ойлаймын. Туристердің көп келгені бізге де жақсы. Келесі өнімдеріміз ауылда қолдан жасалған, табиғи жасалған құрттар, құрт сүзбе, ірімшік, осының барлығы кальций ретінде пайдасы өте зор. Сахарный диабетке жейді. Қазіргі заманда балалардың, оқушылардың көбі осындай сүзбе құрттар жеп жүр, тұзы бар. Олар да өте жақсы. Ауылдан аламыз, ауылдың адамдары қайнатып, қолдан жасап, істеп алып кеп береді. Бүгінгі сіздің берген сұхбаттарыңызға көп рахмет. Жұмысыңыз алға баса берсін, туристеріңіз көбейе берсін. Экологиялық табиғи өнімдер денсаулықтың, қоршаған ортаның және болашақ ұрпақтың қамын ойлайтын саналы таңдаудың көрінісі. Табиғи өнімдері тұтыну арқылы біз өз ағзамызды зиянды химиялық заттардан қорғап қана қоймай, табиғатқа деген жанашырлығымызды да көрсетеміз. Сондықтан таза табиғи өнімдерді пайдалану дені сау өмірдің және тұрақты болашақтың кепілі. Бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды және жаз кезінде осы дүкенге келіп табиғи өнімдерді алып, дәмін татып көріңіздер. Назарыңызға көп рахмет.
жалынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен нарынында. Аялатқан жаным нұрға, жастық алау жалынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен нарынында. Қазағымның жері юғы, қазағымның жері юғы, катоным мен нарынында.